Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен пайдалы және де өте дәмді, жұмсақ болып пісетін қозықұйрықтан қуырдақ тағамын жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қозықұйрықты қалай жұмсақ етіп пісіру, қалай әдемілеп тазалап жуу, барлығын әдістермен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, өте күшті болады. Енді бастадық. Бізге осындай қозықұйрықтар керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай беттері, астылары лай, мұсырлары бар. Соны әдемілеп жуып тазалауымыз қажет. Осындай дұршлак немесе шараға, ыдысқа су құйып алып, жақсылап жуасыздар. Астында қоқым, лай кірлерін бәрін осылай қолдарыңызбен қырнап кеткізсеңіздер болады. Бетін жақсылап, бетіндегі кірлерін, лайларын жақсылап жуасыздар. Жақсылап жумасаңыздар, қазір сіздерге піскен кезінде тамақтарыңызды рахаттанып бір аппетитпен жеп жатқан кезде ішінде тістарыңыз арасында құмдар, лайлар қысыр-қысыр етіп жеген сияқты болмайсыздар. Соның үшін жақсылап әдемілеп тазалап жуып алыңыздар. Біраз уақыт кетеді негізінде. Бәрібір тап-таза қылып жегенге жетпейді. Осылай әдемілеп тазалап жуып аламыз. Тағы да сіздерге айтар кеңесім, қозықұйрықтарыңыз суда көп қалып кетпесін. Қозықұйрық бұл суда көп тұрып қалса, былшылдап өзіне суды көп етіп сіңіріп алады. Сондықтан тезірек жууға әрекет жасаңыздар. Үлкен-үлкендерін осылай 3-ке, 4-ке бөлеміз. Орташаларын 2-ке бөлсеңіздер болады. Шілей майда қиқа етіп турап тастамаңыздар. Қазір қуырып жатқан кезінде, піскен кезінде бұлар мынандай үлкен болып тұрғанымен майға өліп, қуырылып кетеді. Кішкентай болып қалады көрінісі. Сондықтан абайлаңыздар. Бізде және де мен ет салып жібердім. Өздеріңіздің қалауыңызға қарай ет салмасаңыздар да болады. Бір ожаудай май құйып, қызып тұрған қазанымызға бірінші етімізді саламыз. 2-3 минут қуырып аламыз. Етімізге кішкене дәм кірсін деп тұзымызды саламыз. Етті көп қуырудың қажеті жоқ. 2-3 минут қуырасыздар. Содан кейін барып, уже қозықұйрықты сразу салып, екеуін бірге қуыра береміз. Қозықұйрығымызды салған соң жақсылап 2-3 рет араластырып аламыз. Бетін жауып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Астыны қатты етіп, жақсылап араластырып, астыны қатты етіп, бетін жауып қойып қоямыз. Енді қараңыздар, бұл жерде қазір біздің қозықұйрығымыздың өзінің қырғын болып су шығады. Су қоспаймыз ешқандай. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Уже түп жағында қазір крышкасын ашқан кезде көресіздер, осындай болып ішінде көп болып су болып кетеді. Осы суының барлығын тартылып алу керек. Бізде ішіне дәміне қарай тұз саласыздар. Астын жай етіп жарты сағаттай өзінің суына бұқтырып пісіріп аламыз. Жұмсақ болып пісу үшін. Одан кейін барып бетін жауып, астын қатылау етіп тағы да жарты сағатқа қоямыз. Сол кезде суын өзі бұл тартып алады. Әдемілеп тек қана майы ғана қалатын болады тамағымыздың. Дәмдеріңізге қарай картошка, сәбіз салып жіберсеңіздер болады. 3-4 картошка, 1 штук сәбіз өте керемет болады. Қуырдақ өзі картошка сәбізімен, етімен дәмді болады. Осылай турап алдық. Үлкендеу етіп турай беріңіздер, езіліп кетпесін. Қараңыздар, жаңа судың барлығы 1 сағаттың ішінде тартылып кетті. Бірінші өзінің суымен жарты сағаттай астын жай етіп бұқтырып қоямыз. Одан кейін барып жарты сағатқа бетін қатты, астын қатты етіп жауып қуырып аламыз. Сол кезде бізде суының бәрін өзі тартып алады. Қозықұйрықтарымыз қараңыздар, жаңағы үлкен-үлкені тураған кезде, қуырылған кезінде жоғып кетеді. Картошкамызды салып 2-3 минут осылай қуырып аламыз. Тұзымызды саламыз. Картошкаға бөлек тұз салыңыздар. Картошканы тұзын сіңіп алу өте қиын. Бетін жауып қоямыз жарты сағатқа. Қараңыздар, уже біздің қозықұйрықтан ең керемет, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын тағамымыз дайын болды. Еттері де қозықұйрықта өте жұмсақ, керемет болып шығады. Кешкі асқа тамақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Легендерімізге әдемілеп сүзіп, бетіне пиязбен, зелмен сәндеп жіберіп жесеңіздер болады. Ас болсын, өте керемет, әлі пайдалы. Қазір осы көктем мезгілінде жаңбырдан соң осы қозықұйрықтар теруге барсаңыздар болады. Қазір кішкене қымбаттау сатады, сондықтан осындай кезде пайдалы болған кезінде алып жеп көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өте иммунитетті көтереді. Бұл қозықұйрықтың пайдасы өте көп негізінде. Оның құрамында витаминдері бар. Осылай жасап жеп көріңіздер. Міндетті түрде жемеген болсаңыздар, сіздерге кеңес беремін.
парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода салған кезінде сіздерге уведомление бару үшін осындай рецепт салды деп